Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бидай көженің және жүгері көженің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Күннің ыстығында өте салқын қылып ішкенге өте дәмді көжелер. Жасалу жолдары өте оңай, достар, жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жүгерімізді 2 кесе жүгеріні салып алдым. Жақсылап ішінің мұсыры кеткенге дейін тазалап жуып алатын боламыз. Ішінде мұсыры қалмау керек. Барлығын тап-таза қылып жуып алатын боламыз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Және описание бөлімінде сілтемелер қалдырып кетемін. Сол жерден өзіңізге қажетті видеолардың сілтемесін көрсеңіз болады. Видеоларымды осылай жуып алдым. Енді қазанымызға су құйып алатын боламыз. Қазанымызды газге қойып, жүгерімізді салып, бетін жауып қайнататын боламыз. Енді бидайымызды жуып аламыз. 2 кесе бидай құйдым. Енді ішінің мұсыры кеткенге дейін тазалап жуып алатын боламын. Достар, әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісуіңізге болады. Жасап көріңіздер, ешқандай уақытты алмайды, тез дайын болатын көже. Тап-таза етіп жуып аламыз. Мен сіздерге екеуін де жасалу жолымен бөлісіп жатырмын. Дәмдері де өте керемет болып шығады. Жуып тап-таза етіп алдым. Енді қазанымызға құятын боламыз. Қазанымызға салып, оны да бірге қайнататын боламыз. Екеуін 2 бөлек қазанға қайнатып жатырмын. Үстік қайнатып алатын боламыз. Жүгеріміз уже қайнап шықты. Бетінде көбікшелерін алып тастасаңыз болады. Жүгеріні 2 сағат қайнататын боламын. Бидайымыз 1,5 сағатта уже пісіп қалды. Астын жай қойып, осылай бір келкетіп қайнатамыз. Бидайымыз уже дайын. Жүгеріміз тағы да кішкене қайнау керек болып тұр. Қайнатып пісіріп аламыз, асықпай. Қайнап піскен бидайымыз бен жүгерімізді осылай ыдыстарға салып алдым. Енді оған айран араластыратын боламыз. Бізде айранымыз піскен айран, көбінің піскен айраны, бетінің қаймағы алынған. Піскен айран құйсаңыздар өте дәмді болып шығады. Тұзын қайнап жатқан кезде кішкене тұзын салған болатынмын. Түспей қалыпты. Осылай барлығын салып араластырып аламыз. Өте дәмді болып шықты. Тұзын да көресіздер, аз болатын болса қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты, достар, жасап көріңіздер. Бидай көжеміз. Енді жүгеріні де салып көрсетейін. Көп уақытыңызды алмайды. Міне, достар, салқын көже. Достар, менің видеомда соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта өте қолжетімді рецептермен, пайдалы рецептермен сіздермен бөлісетін боламын. Видеомда соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Сау болыңыздар.